Бұл жеті көлікке толы автокеруен Қаздауысты Қазбек би ұрпағының аманатын орындап, рухани сапардан жалын мен жігерді бойларына жинаған топ. Бірден баба ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым етулері кемеңгер тұлғаның алдында мәңгілік бас етіндерін көрсеткендей. Олар жиналған жұртшылыққа ішкі толғаныстарын жасырмай, ұзақ сапардан алған ерекше әсерлерімен бөлісті. Жалпы тарихи жолды бабаларымыздың жүріп өткен кемеңгерліктің, ізгіліктің, парасаттылықтың тамаша жолын жүріп өттік деп есептеймін. Мен және керуен мүшелерінің әрқайсысы ерекше сезімнің құшағында болды. Ол ендігі осы бабаларымыздың бізге қалдырған өсиетін келер ұрпаққа дұрыс жеткізу. Олардың басты мақсаты әрқайсымен тілдескен уақытта айтылатын ой, сол бабаларымыздың армандаған, бабаларымыздың бізге өсиет етіп қалдырған әрбір ойын келер ұрпаққа дұрыс жеткізу болатын. Жалпы бұл керуеннің керемет ерекшелігі сол, 300-дің биі бірінен бірі ажыратылған жоқ. Халықаралық керуеннің алғашқы бағыты Қарқаралы ауданының Егіндібұлақ ауылында басталды. Сапар Бұхар Жау Жаңарқа ауданы, Жезқазған Сәтбаев Ұлытау өңірлерінде жалғасын тауып, Қызылорда, Өзбекстанның Ташкент қаласы, Түркістан, Шымкент, Тараз қалаларын қамтыды. Қайтарда Балқаш қаласы мен Ақтоғай шет аудандарына аялдаған, яғни 5000 шақырым жолды жүріп өткен. Халқымыздың ұлы билері негізге қаласқан әйгілі Астаукенің жеті жарғысы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, өз тұсындағы қазақ мемлекеттігін сақтап тұрған бірегей заңдар жүйесі еді. Тәуелсіз мемлекетіміздің ата заңында сол ұлы бабаларымыздан бастау алған елдік мұратымыздың заңды жалғасы хан тірегі. Бүгінгі таңда елбасымыз айрықша назар аударып отырған ұлттың рухани жаңғыру мәселесі осы данышпан билеріміздің ұлықтаудан басталады. Автокеруен ұжымы 16 қала мен елді мекенде болып, қазақтың 3 биінің және де өзгеде бабалар ескерткішіне дұға бағыштаған. Түрлі әдеби рухани кездесулер мен салтанатты кештердің куәгері болыпты. Қызылорда мен Қарағанды облысының жастар ісі саясаты жөніндегі басқармалар өзара әріптестік меморандумға қол қойған. Елбасының рухани жаңғыру мақаласы менің бойыма серпіліс, санама сілкініс сыйлады. Өйткені ширек ғасыр ішінде заманның заңғар тұлғасы әр нәрсені тәуелсіз мақылмен емес, тәуелі ақылмен бағамдады. Досты қазақ елі, досты бауырға, бауырды төрге айналдырды. Біздің Қазбек бабамыз дауларды бітімгершілікпен шешті. Автокеруен мүшелерінің түгелі алғыс хатпен марапатталды. Айта кету керек, бұл жол сапарға демеушілер тарапынан 44 миллион теңге қаржы бөлінген болатын. Гүлбақша Ақажанова, Еркелан Тойболдин, Роман Капулов, Қазақстан Қарағанды телеарнасы.